Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге қайнатпа сорпасын әзірлейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін біз ең алдымен салқын суымызға осылай бәрі турап алынған қабырға, омыртқа, барлық еттерімізді осылай үлкен қылып турап, бәрін салқын суда қайнатамыз. Қайнаған соң бестіндегі көбігін алып тастаймыз. Міне барлығын алып тастадық. Енді үстіне бір пияз, бір болгарский бөліп салдым, және бір помидорды. Бөліктерге бөлінген сәбізімізді саламыз, одан кейін тұз, приправаларымызды қосамыз. Осылай сәбізімізді салып болғаннан кейін сорпамызды 1 сағат қайнатуға жібереміз. 1 сағаттан кейін картоптарымызды саламыз да, тағы жарты сағат картопымыз піскенше қайнатып аламыз. Сонымен біздің сорпамыз дайын болды. Бұл ең оңай. Бүкіл заттарымызды саламыз, қайнатамыз. Болды, осымен сорпамыз біздің дайын болды. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.